Шұбар тауық. Ертеде бір шал мен кемпір күнін әзер көріпті. Олардың жалғыз шұбар тауығы ғана болыпты. Күндердің күні сол тауық бір жұмыртқа тауыпты. Жұмыртқасы жай емес, алтын жұмыртқа екен. Соғып жұмыртқаны жаралмапты атайда. Ұрып жұмыртқаны жаралмапты әжейде. Жүгірген тышқан сол маңда, құйрығын бұлғап қалғанда, жұмыртқа жерге құлады, қабығы быт-шыт боп жарылды. Атай да бұған жылайды, әжей де бұған жылайды. Қыт-қыттап тауық сол кезде бұлайша көңіл аулайды. Ататай, сен жылама, сүрт әжетай жасыңды, алтын емес табамын жұмыртқа дейді кәдімгі.